жасым 17-де, Шымкент қаласының тұрғынымын. Студентмін. Көпбалалы отбасынан шыққанмын. Және мені бұрын соңды тірідей көрмеген ер азамат алып қашып кетті, тонап кетті. Тонағанын кейін білдім. Яғни мені 3-4 бала болып, жолдың бойынан машинаға тығып, және белгісіз бағытта жол тартты. Кейіннен ол кісілердің мақсатын білгенімде, әйел қылып алмақшы болған. Кейіннен түсінгенімде, ол кісілер мені Сарыағаш ауданына алып барды. Ол жақта үйіне кіргенімізде өзінің жаңағы туысқандары, жеңешелері барлығы орамалын алып жүгіріп жүрді. Балдары салют атып жүрді, және камераға түсіріп жүрген адамдар көп болды. Алып қашып кетуді алдын жоспарлағандарын мен сол кезде түсіндім. Сол кезде менің ата-анамның басқа жақта екенін ол кісілер біле тұра, ол жайттардың барлығын жоспарлағанын, және менің ол кезде ата-анам қасымда болмағанына байланысты ол кісілерге айттым, ата-анама хабарлау керек екенін, және мен 17 жаста екенімді қайта хабарласам да, ол кісілер мені өздерінің үйлеріне күштеп кіргізді.